соғыста жеңіске жеткізбеу туралы НАТОның шешімі айқын екендігі, мызғымас екендігі тағы бір мәрте белгілі болды. Кеше ғана Медведев егер Қырымға тиісетін болса, атом қаруын қолданамыз деп айдаспаннан шығарғанымен, оған ығып отырған НАТО жоқ екені белгілі болды. Англия қорғаныс министрлігінің соңғы ақпаратына негізденсек, Ресейдің Украин жеріндегі әскери шабуылы әлсіреген. Тіпті Вагнер менен Ресей әскерилерінің, яғни Ресей мемлекеттік қорғаныс армиясы, ресми армиясы мен Вагнер қарақшылық жендеттік жалдамалы әскерилерінің ортасындағы қайшылық күннен күнге ушыға түскен. Вагнер соңғы кезде ресми тәрбие көрген әскерилерінің бәрінен айырылып қалғандығын ашық жариялап отыр. Дәл қазіргі Вагнердің құрамында болып соғысып жатқандардың барлығы кезінде тұтас Ресей құрамындағы неше түрлі ауыр жазаға тартылған, өлімге үкіметілген, мәңгі бақиға сотталған, 20 жыл 30 жылға сотталған қылмыскерлер еді. Кісі өлтірген, өрт қойған, бала зорлаған, небір адам аузы бармайтын зұлымдарды істеген осы қылмыскерлерді Вагнер ресми түрде түрмелерден жинап алған болатын. Білесіздер, Вагнер тікеден тіке Путинға бағынатын әлемдік халықаралық деңгейдегі қылмыстық топ. Бұл қылмыстық топ Сирияда арабтарға білгенін істеген. Және бұл қылмыстық топ бүкіл Шығыс Еуропа, Латын Америкасы сияқты елдерде бұлар қару жарақ, есірткі, жезөкше, адам ағзасы саудасы, неше түрлі осы сияқты қылмыстарменен айналысады. Бұны жұрттың барлығы біледі. Енді осы Вагнер қылмыстық жалдамалы әскери тобы Украин жерінде шабуылға шығатын кезінде қорғаныс армиясының олар шабуылға шыққанда төбесінен зеңбіректермен және қанатты зымырандармен атқылап, олардың кобр қылу. Яғни олар шабуылға шыққанда оларды қорғаштау стратегиялық ісінен бас тартып жатқандығын айтады. Яғни Вагнер шабуылға шыққанда Ресей қорғаныс армиясы оларды қорғамайды. Вагнер өз бетінше шабуылға шығады, барады да украиндердің тұтасымен интернетке, спутникке жалғанған, жасанды ақыл парасатпен меңгеріліп отырылатын жеңіл типтегі қаруларының құрбаны болып шыға келеді. Міне осы мәселенің өзі соңғы кезде батыс ақпаратын кәдімгідей шулатып отыр. Яғни енді тіпті Вагнердің өзі енді осы Украиндегі соғысты қоямыз ау. Украиндегі соғысты қойып, ары қарай Африкаға барып, Африкада алтын кен қазумен айналсамыз ба деген әңгімені ашық айта бастады. Бұл бірінші. Вагнер ақшаны Путиннен алады. Олар соғысып, адамдарды өлімге айдап салғанымен, олардың есеп шоттары Путин төлеген ақшаға толып тұрғаны тағы белгілі. Бұл жерде қып-қызыл бизнес жүріп жатқанын, бұл соғыста адамдар өліп, аналар ұлдарынан айырылып, әйелдер жарларынан айырылып жатқан мына соғыста, балалар әкесінен айырылып жатқан соғыста, Путин мен Вагнер жендеттік қылмыскер қарақшы топ ортасында бизнес жүріп жатқанын жұртқа айту керекпіз. Қазір кеше ғана Бахмуттағы шайқаста Ресейдің армиясы өзінің әлсіздік тұстарын білдіріп қойды. Біріншіден, Англияның қорғаныс министрлігі таратқан ресми ақпаратқа қарасақ, Ресей әскерилері, мейлі оның құрамында Вагнер болсын, шабуылда қатты әлсіреген. Олар бұрынғыдай құтырына шабуылдағанды тоқтатып, енді жай асықпай қорғануға қарай көшкен. Бұның бірі Ресейдің қару жарағының азайғандығының белгісі. Екіншісі, Вагнер мен Ресей ресми армиясы ортасындағы қайшылықтың белгісі. Үшіншісі, Украина армиясы спутникпен, жасанды жер серігімен, интернетпен және жасанды ақыл парасатпен басқарылатын осындай өте шебер орналастырылған соғыс жүйесін әбден жаттығып, Ресейдің қылт еткенін қағып алып отыр. Қазір Ресейдің армиясы тіпті аттап басса төбесінен дрондар келіп, Ресейдің армиясы қазір Бахмутта да басқа жер